Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге трейдингте бір стратегия көрсететін боламын. Бұл стратегия арқылы біз трендті сауда жасай аламыз. Бұл стратегия ең бірінші новичоктарға өте жақсы стратегия. Рынокты анализировать етіп үйренуге, одан бөлек кішкене болса да пайда табуға көмектеседі деп ойлаймын. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, оңашан басып қойып ұмытпаңыздар. Келесі видеода бізде портфель және де мен алдыңғы видеода айтқам, мен қазірден бастап альткоиндар сатып алып жаттым деп, сол альткоиндар жайлы сөйлесеміз. Енді қараңыздар, дәл қазір мен эфирде бұл стратегияны көрсететін боламын. Бірақ кез келген крипто активке қолданып көруге болады. В основном үлкен крипто активтерге әрине. Енді қараңыздар, бұл стратегияда біз нені білуіміз керек? Бұл стратегияда біз ең бірінші тренд анықтауымыз керек. Яғни бізде осы жерде тренд медвежий болды, енді тренд бычыға қарай ауысты деп айтуға болады. Біз осы бычий трендті сауда жасап көруге тырысамыз. Қазір қараңыздар, әрине историяға қарап көрсететін боламын. Бізде осы жерде көргендеріңізде медвежий тренд аяқталғаны белгілі болды. Импульспен шықты. Ары қарай бычий тренд басталды. Әрине бізде бычий трендтің бірінші импульсты бычий трендтегі өткіземіз. Енді бізге екінші импульсты анықтауымыз керек. Екінші импульс бычий трендтегі бізде қайсысы? Екінші импульс міне. Көргендеріңізде осы импульс аяқталғанын көрдік. Енді біз не істейміз? Біз лонг, яғни сатып алатын зона іздейміз. Ол зонаны бұл стратегия арқылы қалай анықтаймыз? Ең бірінші Fibonacci аламыз. Импульстың басталған жерінен кеткен жеріне қарай Fibonacci тартамыз. Көргендеріңізде міне. Енді Fibonacci тартқаннан кейін бізде 0.61 мен Fibonacci'дағы 0.78 зона, бұл зона покупателя біз үшін. Яғни осы зонада біз лонг позициясын ашсақ болады деген сөз. Енді қараңыздар, көргендеріңіздей бізде импульсті анықтап алған едік. Міне. Ары қарай эфириумның бағасы дәл осы біздің зона покупателімізға келді. Енді біз осы жерден лонг ашамыз. Лонгты қалай дұрыс ашамыз? Бұл стратегия арқылы деп айтуға болады. 1 сағатқа қоямыз. Негізінде 1 сағатқа қойған тек анализ жасағанда емес, тек осы лонг немесе шорт позицияларын ашқанда ғана 1 сағатқа қоямыз. Ал в основном 4 сағаттықпен жұмыс жасаймыз. 4 сағаттықпен күндікпен маған солай ыңғайлы. Енді қараңыздар, бұл жерден біз не істейміз? Бұл жерден біз разворотный паттерн қараймыз. Яғни біздің зона покупателімізге келді. Зона покупателімізден бірінші реакция болды. Көргендеріңізде шықты. Екінші тағы да келді. Міне, екіншісінде свеча қысылып, келесі жасыл свеча өте үлкен. Яғни бұл жерде бұл бізде разворотный паттерн болып саналады. Яғни осы жерден біз лонг позициясын ашсақ болады. Лонг позициясын қалай ашасыздар? Әркім өзіне қарай. Запас хода қараймыз. Ең бірінші запас хода қараймыз. Тренд бізде импульстар биік, үлкен болатын болса, біз 1.4, 1.5 ашсақ болады. Ал импульстар қатты биік емес болатын болса, біз просто 1.3 қоя салсақ болады. 1.3 деген міне. Осылай. Яғни біз $10 мен сделкаға кірсек, стопымыз -$10 болатын болса, тейкіміз яғни $30 болады. Енді 4 сағатқа обратно қайтамыз. Көргендеріңізде бізде бұл стратегия жақсы отработка жасады деп айтуға болады. Оны бізде көргендеріңізде бірінші импульс үлкен болмады, бірақ екінші импульс бізде өте үлкен болды. Енді екінші импульсқа дәл осы стратегияны қолданамыз. Яғни біз лонгты алдық, пика анықталды. Бізде бычий трендтегі екінші импульстың пика анықталды. Давайте тазалап алайық. Пиканы анықтадық екінші импульстың. Жаңа бірінші импульста біз лонг позициясын ұстағанбыз. Енді екінші импульста осы жерден бастап міне бір екінші импульс. Дәл осылай ең астынан пикына қарай Fibonacci тартамыз. Fibonacci'дағы жаңағыдай 0.61 мен 0.78 уровень біздің зона покупателя болып саналады. Көргендеріңізде енді 1 сағатқа өтеміз. Осы зона покупателяға эфириумның бағасын келгенін күтеміз әрине. Эфириумның бағасы келгеннен кейін 1 сағатқа өтеміз, қараймыз, жай ғана қараймыз. Әрине разворотный паттерн күтпейде аша беруге болады сделка, бірақ ол кезде рисктер болады. Себебі бірінші бізде қатты төменге қарай сквизбен, осындай теңмен біздің сделкамыз жауып кетуі мүмкін. Сол себепті де күткен дұрыс. Міне келді, шықты.
өте қатты қайтадан кірді. Көрдіңіздер, бұл жерде бізде разворотный паттерн жоқ, свечалар өте кішкентай. Астыға қарай тағы да импульс болды. Міне осы жерде ғана разворотный паттерн деп айтуға болатын. Біздің зонамыздан шықты. Тағы да біз осы жерден лонг позициясын ашамыз. Ол кезде одан бөлек біз міндетті түрде объемдарға да қарасақ болады. Объемдарда кей кезде қатты всплеск болатын болса, бұл бізде объемдар көргендеріңіздей, бұл жерде всплеск бар. Объемдар қатты всплеск болатын болса, бұл тоже разворот болатын бізде трендта. Көп жерде солай, мысалға қараңыздар. Бұл жерде қатты өсті свеча, ары қарай құлады. Тоже свеча өсіп жатты, көргендеріңіздей, пикына келген кезде бізде қатты всплеск объем болды, тоже құлады. Осылай да қарауға болады. Әрине, объемға қарасаңыздар болады, болмаса паттерндарға да қарауға болады. Көргендеріңіздей, біз осы жерде тағы да лонг позициясын аштық. Лонг позициясын қалай ашасызды? Лонг позициясын қиын емес, 0.61 уровеньде немесе сәл кішкене жоғары. Сосын шорт бізде осы теңге қойсақ болады, болмаса 0.78 уровеньге қойсақ болады. Кішкене запаспен ала берген дұрыс, кез келген уақытта. Сосын тағы да 1-3 қоямыз. 1-3 тоже жақсы ілді. Дәл осылай көргендеріңіздей, екінші бізде путчи трендтің екінші импульсын тоже ұстадық. Үшінші импульс осы ең төменгі нүктесі, ең жоғарғы нүктесі. Тағы да тартамыз Фибоначчи. Көргендеріңіздей, жоғарғы нүктесіне қарай, міне. Тағы да дәл осылай 0.78 левел уровеньге келді. Бұл жерде де бізде 4 сағаттықпен де қарасақ, разворотный паттерн бар, свечалар кішірейді, яғни қысылды. Сосын жоғары қарай импульспен үлкен свеча шықты. Яғни бұл тоже разворотный паттерн бізде. Жоғары қарай, ары қарай импульспен жоғары қарай өсті. Дәл осылай бұл стратегияны қолдануға болады. 1 сағаттықпен де қарауға болады. Бір сағаттықта да дәл осы көргендеріңіздей. Міне бізде разворотный паттерн. Екі свеча кішірейді, бір свеча полный поглощать етіп алды, екі свечаны. Ары қарай өстерем. Міне бұл жерде де міне всплеск объемдар уже қатты всплеск объемдар болды. Рынок ары қарай жақын уақытта жоғары қарай кету мүмкін екенін көрсетті. Дәл осылай бұл стратегияны қолдануға болады. Енді қараңыздар, бізде Фибоначчиді қалай туралаймыз. Фибоначчи бізде тартамыз, сосын настройкаға кіреміз. Үстін басасыздар біледі, настройкаға кіреміз, болды. Қараңыздар, бұл жерде біз 0.5-те де алып тастасаңыздар болады. 0.5 маған басқа стратегия керек. Сол себептен 0.5 менде тұр. 0.61 мен 0.78 уровеньді ғана қалдырасыздар. Сіздерде Фибоначчи басында барлық уровеньдер жанып тұрады, Фибоначчидің барлық уровеньдер қосылып тұрады. Барлығын өшіп тастайсыздар, тек 0.5 пен 0.61 мен 0.78 ғана қалдырасыздар. Енді дәл осы стратегияны шорт позицияларын ашу үшін қолданып, басқа монетаны қарап көретін боламыз. Яғни қазір біз шартовый тренд тауып алып, шорт позицияларын ашуға тырысамыз. Бізде ең жақсы бізде міне 0 бар. Тренд анық. Ешқандай шум жоқ. Бұл жерде бычь тренд. Стартмент вообще медвежий тренд, но импульстар өте әлсіз деп айтуға болады. Әрине, бізге 0 дұрыс секілді, 0-ны көрсек болады. Енді қараңыздар, бізде кез келген жерден бастаймыз. Бізде дәл жаңағыдай тек керісінше, яғни бізде пикін домалақпен пикін көрсетемін, және де импульстың соңын көрсетемін. Бұл барлығы бір импульс 4 сағаттықта. Яғни дәл қазір осы импульсқа біз Фибоначчи тартамыз. Көргендеріңізде Фибоначчи тартылды. Уровень 0.78. Біз дәл осыған жаңағыдай шорт позициясын ашамыз. Пикін, кішкене зазор аламыз, міндетті түрде. Міне 2.63, 2.80 шықты. Осыған дәл осы нәрсені тағы да қайталаймыз. Яғни бізде екінші импульс. Көргендеріңіздей бізде осының барлығын бір импульс деп алуға болады. Біз бірінші күтеміз. Әрине, бұлай алсаңыздар да болады. Міне осыны бір импульс деп алсақ та болады. Ол жерде бірақ қазір көреміз. Көргендеріңізде келмейді.
Әрине, бұл стратегия всегда дұрыс қолданылмайды, яғни кей жерлерде сіздің продажа зонаңызға жетпей қалады, покупательский зонаңызға жетпей қалады. Мысалға, осы жерде де қараңыздар, алдық. Көрдіңіздер ма? Әдемі кірді. Біздің бұл жерде зона продажа. Қызылмен белгілей аламыз, зона продажа алады. Көрдіңіздер, зона продажа бізде әдемі кірді, әдемі шықты. Импульстар всегда дұрыс белгілеуге тырысу керек. Тоже бізде де осы жерде де импульс. Міне, бір импульс. Көргендеріңіздей тағы да әдемі кірді. Енді қарайық. Тағы да әдемі кірді. Көргендеріңіздей бұл да шорт. Енді біз қазір не істейміз? Біз қазір Layer Zero'да осы импульстың төменге қарай біткенін күтеміз. Яғни қай жерден бітеді? Сосын рост басталады. Мысалға, осы жерден бітіп, рост ары қарай кететін болса, дәл осы жерден біз осылай тартамыз Fibonacci'ді. Көргендеріңіздей, осы жерде бізде зона продажы болып саналады. Яғни импульс қай жерден бітті, сол жерден жоғары қарай біз Fibonacci тартамыз төменге қарай. Осылай. Дәл осылай бұл стратегияны қолдануға болады. Әрине, стратегия идеаль емес. Кей кезде біздің зоналарға жетпей қалады, кей кезде кішкене зоналардан сквизбен асып кетеді.